Біз не үшін топ рейтингтегі тауарларды таңдауымыз керек? Ол неге негізделіп қойылған? Мына жерде көрсетіп тұр, Taobao сол топ рейтингтерді қалай таңдап алатындығы. Яғни топ рейтинг шығарудың ойын ережелері көрсетіп тұр. Мен сіздерге түсіндіре кетейін. Топ рейтинг екі нәрсеге негізделеді. Біріншісі клиенттердің сұранысы. Шынайы клиенттердің сұранысы. Ол не деген сөз? Клиенттің сатып алған нәрсесі. Екіншісі дүкендердің сатқан заттары. Яғни шынайы, өтірік жасағандары емес. Осы екі нәрсеге негізделіп топ рейтинг шығарылады. Живой, шынайы, бар нәрсеге негізделіп. Енді қарап отырсақ, бұл жердегі маңызды нәрселер қайсы? Бірінші, бұл рейтинг шынайы болады. Екінші, әділ болады. Бұл жерде алгоритм жұмыс жасайды. Taobao'дың алгоритмі. Үлкен цифр big data жұмыс жасау арқылы әділдігін қамтамасыз етеді. Сосын ең мықтылары алгоритм таңдап береді. Қытайдың ішінде неше миллиондаған онлайн дүкен және заводтар бар. Соның ішінде ең мықтысын алгоритм таңдап береді, адам емес. Енді қарап отырсақ, топ рейтингке кімдер кіре алады, кімдер кіре алмайды. Топ рейтингте ешқашан заявка беріп кіру деген тема жоқ. Тек алгоритм шығарады. Сырттан біреу ақша төлеп те кіре алмайды. Топ рейтингтің 4 маңызды дүниесі бар. Бірінші, хит сатылым. Яғни 30 күн бойы қанша адамға сатты, қанша сомаға сатты, күнделікті жаңарып отырады. Осыған топ болып шыққандарды шығарады. Екіншісі, сол дүкендердің, заводтардың подписчик саны. Сіз дүкеніңіз жақсы жүргізіп, жақсы істесеңіз, сіздің тұрақты клиенттеріңіз көбейеді. Яғни 60 күндегі подписчиктің активнесіне қарап, сіздің дүкеніңізде миллион подписчик бар, Taobao'дағы дүкеніңізде қаншасы активный, қаншасы былтырғы клиент қайта келіп алып жатыр. Осыған қарап рейтинг шығарады. Осының топ рейтингі сол дүкеннің жақсы жұмыс жасап жатқанын, неше жылдан бері дұрыс жұмыс жасап жатқанын көрсетеді. Үшінші нәрсе, клиенттердің қайта келуі. Бір жыл ішінде былтырғы алған клиенттер биыл сізден қайта келіп алды ма, алмады ма? Бұл көрсеткіш әдетте 10%-дан жоғары болса, ол мықты дүкен болып саналады. Былтырғы клиенттің 10% келіп биыл қайта сенен зат сатып алса. Ал мына жерде рейтингтегі топ дүкендер 40-50%-ға дейін былтырғы клиент қайта биыл келіп алған. Осы 4 нәрсеге негізделіп рейтинг шығарылады. Бұл рейтинг біздерге қалай көмегін береді? Taobao'дың ішінде қаптаған қалың тауар бар. Мейлі киім, мейлі сумка, мейлі басқа нәрсе болсын. Бірақ кейде бірінің бағасы арзан, фотолары бірдей, немесе фотолары бірінен бірі жақсы. Кейде арзан деп бағасы арзан тауардың өзі 10 есе қымбат тауармен фотосы бірдей болып тұрады. Осы кезде сіз дұрыс таңдау үшін категория бойынша рейтингті қарайтын болсаңыз, Taobao'да мықты рейтингтегі ішінен дүкенді табатын болсаңыз, сол жерден еш уайымдамай сатып аласыз. Сізге сол жағынан көмектеседі. Сондықтан біз топ рейтинг қарап сол жерден сатып аламыз. Бұл рейтингке кіру үшін әрі арзан тауар, әрі сапалы болу керек. Возврат төмен жоқ болу керек. Сапа ең дұрыс болу керек және бағасы арзан болу керек. Сондықтан сізде әрі арзан бағада, әрі сапалы, сенімді, кепілдігі бар тауарды алам дейтін болсаңыз, осы рейтингтің ішінен алсаңыз болады. Бұл рейтингті қалай табу керек екендігін сізге Жаңапост приложениясының чатында береміз. Сіз Жаңапост приложениясына кіріп, чатқа TB3 деп жазсаңыз, осы рейтингтегі дүкендердің сілтемесін біз сізге береміз. Ал заказ бергенде міндетті түрде Жаңапостты таңдаңыз.